иә, сол запись болса жақсы olur. Вот, әріптестер, gameafifed.com деп тұр ғой, сіздерге жібердім. Осы бойынша арқан тарту қазіргі кезде тренд болып жатқан. Мысалы, плюсқа қояйық, иә. Мынау ең оңайы. Мысалы, бірінші сыныптарға болады. Ары қарай екінші, үшінші, төртінші сыныптар қарайсыздар, иә, деңгейлеріңізге қарай жасай беруге болады. Мысалы, біз оңайын алайық, иә. Оңайын алайық арқан тартуда. Бұның ішінде оңай есептер, мысалы, бастауышқа дейік, иә. Мысалы 7-ге 5-ті қоссақ 12 деп, иә, мысалы мына жақ тартылайды. Екі жаққа екі интерактив тақтада ашасыздар осы ссылкамен. Одан кейін екі жаққа екі баланы қоясыздар. Мысалы деңгейлері бірдей болсын, міндетті түрде отличник пен отличник деген сияқты, иә, екеуінің деңгейін біліп алуға болады. Мысалы 7 болса мына жаққа тартады, иә, мысалы. Міне, мына жақтағы бала кейбір кезде жақсы шығаратын болады дейді, иә. Арқанды мына жаққа қарай қарады. Қалған балалар не істейді? Осыған қарай өздерінің деңгейлерін көтеруге тырысады. Мысалы, иә, міне, кейбір кезде қате жасаса, міне, мына жақтағы мысалы бала, сол жақтағы бала көктегі жеңіп келе жатыр. Енді қараңыздар, 14-15 деп мына жақта, иә, сол сияқты ойындар ойнатуға болады. Енді қараңыздар, осының ішінде жаңағы мен көрсеттім ғой. Ой, Бұл міне. тек математикаға ғана Бұл қолданыла ма? тек математикаға ғана, иә, тек математикаға ғана. Мынаның ішінде де бар екен. Екіншісі қараңыздаршы, тоже міне плюсқа дейік. Міне ең оңайын алайық. Мынау ортаңғысы, мынау астыңғысы ол про, үлкен балаларға арналған. Мысалы қараңыздар, өздеріңіз қарап көріп алыңыздар. Мен аяқтай салайын, мен бастап кеттім ғой, Гүлден. Енді қараңыздар, мына жерде де арқан тартуда мынаған барады, иә. Мысалы 12 десек, қай бала үстіге қарай шықты. Мына баланы шығарып алайықшы, міне не істейді екен көресіздер, міне, иә. Бұл дайын ойын. Мысалы сабақтарыңызға бір зауыч келіп қалса аяқ астынан деген сияқты тез ғана, мысалы міне мына жерде мен 6 деп, міне мынау жеңді дейік, иә, мысалы, ал 14 жеңді, мына бала қалып қалды дейік, міне. Вот, не көрдіңіздер ма? Осылай екінші жақты тоже жасап отыруға болады. Так, әріптестер, бұны тағы да үшіншісін жаңағы мен берген ссылкамен кіре бересіздер, математикада пайдалана бересіздер. Деңгейлерін тек қана біліп алыңыздар. Мына жерде де мысалы, иә. Екіншісін қарасаңыздар, міне минусқа, плюсқа көбейтуге бәрін жасай берулеріңізге болады. Оңайын, немесе қиын несін осыдан қарап отырасыздар, иә, мысалы 20 деп, мысалы жаңағы сияқты көрдіңіздер ғой, көбейту. Бұл жерде бұл математикаға бастауышқа өте керемет таптырмас құрал. Балалар да қызығады. Ашылмайды зум дейді, мүмкін емес. Гүлден отырсың ба? Иә, иә, отырмын. Аха, все. Так, түсіндік қой, иә. Келесі бұл бізде арқан тарту ойынсы, немесе жаңағы сияқты арқанмен шығу ма, тағы сол сияқты, иә. Екінші мен сіздерге оңай. Так, енді кеше мен көрсеткенде болатынмын. Мына мозаиканы, иә, мозаика құраған кезде жаңа Гүлден айтып өтті. Бұл жерде мен балаларды қызықтыру үшін балаларды фотоға түсірдім де, соны астқы жағына фонды өзгерте отырып, мысалы мерекеге сәйкес фон қойдырдым жасанды интеллектпен, тура өз фотоларымен мозаика құрап балалар қызығып жұмыс жасады. Енді бұны жаңағы Гүлден Касымханның айтқан сияқты қандай да бір сабақтың тақырыбына жасауға болады, немесе мысалы Абай Құнанбаев болса Абай Құнанбаевтың портретіне жасауға болады. Осыны мен сіздерге қазір тез ғана көрсетейін. Бұны жасаған кезде өте оңай. Ең бірінші біз астыңғы фонды өзгерткіміз келсе, мысалы ChatGPT-ге барып, Бұл қандай программа? ау, Қандай программа жаңағы не пазл? пазлды көрсетемін қазір, көрсетемін. Бірінші мысалы көп менің жекеме шығып сұрағандары, мысалы өзі оқушыларымыздың өзінің фотоларын генерация жасау арқылы осы мозаиканы құраған қызықты деп айтып жатты, иә. Мысалы мен қандай да бір мереке, жаңа жылдық мерекеге дейді, иә, енді жаңа жыл келе жатыр ғой, енді 16 желтоқсан күні жаңа жыл мерекесіне қарсы фотомды
генерациялауға промпт жазып бер дейміз, иә, мысалы жазып бер, қазақша дейік, өйткені біз беретін қазіргі чат-хаб ол қазақ тілін ұғады. Ал кеттік. Осы промптты қазір біз аламыз да, чат-хабта менде бар ма жоқ па көрейін қазір. Міне, керемет қылып промпт жазып жатыр, көрдіңіздер ма? Ал кеттік. Копировать етіп аламыз да, енді біз чат-хаб деген жасанды интеллектке барамыз. Маған өзіме ұнайды, чат-хаб деп жаза саламыз. Так, ал кеттік. Қазір менде бар ма жоқ па көрейін. Өйткені мен осыны көп қолданамын. Заказдарды жасап жатам. Сондықтан да менде лимит бар ма екен көрейін. Бар деген сияқты қылып тұр. Генератор изображенияға барамын да, жаңағы чат GPT жазып берген промптты қоямын, және де астыңғы жағынан өзімнің бір фотомды алайын. Мынаның бәрі қазақша болып кетті ғой. Жұмыс үстелі дей ма? Мен компьютерім қазақша болып кетті ғой, ойбай, не болып кеткен? Так, мен дейді. Ал менің ішінен тойда түскен бір фотомды ала саламын. Ал генерировать дейміз, иә? Әріптестер, көрдіңіздер ма? Сіздерде осындай кездесуі мүмкін, сондықтан да мен барлығын, оказывается, не істеппін? Пайдаланып тастаппын. Сондықтан да мына жерден астыңғы жағына барамын да, шығып кетемін. Осыдан шығып кетемін. Адамның түрі тұр ғой, соған барамын да, шығып кетемін де, басқа временный электронный почта арқылы кіруді үйрететін боламын. Ол үшін темп мейл деген, темп мейл тоже временный почта береді ғой, сол арқылы қазір кіріп аламыз. Бұл сіздерде тек қана бұл программада емес, бұл жасанды интеллект емес, көп жерлерде кездеседі. Мысалы, бір нәрсені жасап қызығып кетеміз де, бірақ жасайық десек, бізде не болады? Лимитіміз бітіп қалады, келесі күнді тосқымыз келмейді, мысалы, иә, сол ашық сабаққа бір жерге дайындалған кезде. Сондықтан да не разрешен дейді. Енді не істесек болады? Нулста дегенді көрейік, әріптестер. Нулста деген темп мейл емес, нулста дегенде так, жасанды, временный почта беретін нулста деген. Ашыңдар есікті. Сұрасаңдар, кім деп аяру, сұрап ашыңдар. Ашпа ешкімге. Аяру ашпа. Так. Әріптестерім. Нулстада да бермейдім болыпты, темп мейлда да бермейтін болыпты. Не істейміз? Әріптестер, мен сіздерге көрсеттім, иә? Немесе осы жерде сіздерге, міне, көрейікші қазір. Мен уже бәрінің лимитін бітіргем ғой, әріптестер, көріп тұрсыздар ғой, иә? Күнделікті неше түрлі жасаймыз. Сондықтан да маған бермей тұр. Ол не жасайды? Бұл временный электронный почта. Мына жерде мен бұл кісілерге көрсеткім келгені, жаңағы бітіп қалды ғой. Как же? Чат-хаб. Чат-хабқа барып істей салайын деп едім ғой. Жаңа алып қоймаппын ғой, бітіп қалатынын біліп. Ертең өткізейік, онда беретін шығар ертең. Жоқ. Қазір. Мына жақпен керек. Ай, мен де кіре алмаймын. Айтып тұрмын ғой, ертең кірейік онда. Жоқ. Давайте осыны мен сіздерге дайын фотодан мозаика жасауды көрсетейін. Жарай ма? Негізі бұл менің сабағым бар. Сабағымдағыны кәдімгідей мен сіздерге запись жіберетін боламын. Енді мына жаңағы чат-хаб арқылы түскен фотомды, мысалы, мына жерде мозаика деген дайын. Міне, мысалы, мен жаңа жылға емес, мен 16 желтоқсанға, міне, жаңағы фотом бар ғой, тойда түскен фотомды
тура Мгм. ChatGPT-ге айттым 16 желтоқсан тәуелсіздік күніне орай деп промпт жазғызып алдым да осы чат-хабқа бардым да осылай жасатып алдым. Бірақ басқа да жасанды интеллекттермен жасауға болады негізі бұны. Маған бірақ Неге чат-хаб өзіме қатты ұнайды. ChatGPT-дің өзі де жасай береді ChatGPT де ғой. жасайды, бірақ та кішкене қатты өзгертіп жіберіп отыр ғой сол. Енді А, қараңыздар. Иә, енді тура осыны мозаика жасайық, иә? Олай болса, қазір мозаика жасау үшін Jix Planet деген сіздерге қазір жіберем бұны. Осыған жібере қоямын. Міне. Осыған кіресіздер, регистрация жасайсыздар. Регистрация жасаған кезде сіздер Google аккаунтпен де кіріп кетулеріңізге болады. Регистрация жасалынған, менде уже кірілген, иә. Енді қараңыздар, создать деймін, иә. Создать деп басамын да, осы жерде картинаны ашып отырып, жаңағы жасалынған, мысалы, мозаиканы алуға болады. Не? Ашу деймін. Мына бәрі қазақша болып кетті ғой. Легко дегеннің бәрі мына жерде, мысалы, бастауыш сынып болса 6 жетеді, иә. Мысалы, бірінші, екінші, үшінші сынып болса, мысалы 12. Мына жерде өздеріңіз таңдайсыздар. Форманы өздеріңіз таңдайсыздар. Одан кейін мына жерде міндетті түрде название қою керексіздер. Названияға мысалы бүгін 15 деп қояйын, иә. Мен 15 деп қояйын. Создать деп басамын. Бастым, мен легко қылып 12 ғана жасадым, иә. Тура міне өздеріңізге осылай жасап шығады. Ешқандай қиындығы жоқ, интерактив тақтада. Содан кейін тура осыны барлығын пазл қылып оқушыларға жинатқызуға болады. Мысалы, міне. Өте оңай көріп тұрсыздар ғой, ешқандай Дайын, қиындығы жоқ. Назира ханым, Ал дайын жасалғаныңызды сосын сақтауға жібересіз ғой, иә, ссылкасын дайын сабақты. сабақты, иә, ссылкасын жіберем сіздерге. Мгм. Так, енді қараңыздар, Дайын емес па? әріптестер. Иә, ешқандай қиындығы жоқ бұның, ешқандай қиындығы жоқ. Балаларға бар ғой, зато құраған өздеріне қатты ұнайды осыны. Мен көрдім, орыс классын құратып көрдім. Бізден жақсы құрайды ғой олар сол. Міне, көрдіңіздер ма? Так, енді қараңыздар, мен құрамай ақ қояйын до конца. Мои пазлы деген ішінде мен жасаған пазлдардың барлығы тұр. Міне, тәуелсіздік мерекесіне бүгінгіге құраған болатынмын. Міне, мына жердегі тұрған вращение тұр ғой. Соны бассаңыздар, бұл қайтадан пазл болып шашылады. Одан кейін оны қайтадан құратқызуға болады балаларға. Көрдіңіздер ма? Мысалы, мен мои пазлдың ішінде оқушыларымдікі де барлығы осының ішінде тұр. Мысалы, міне. Осы пазлды бірінші көрсетіп аласыздар. Дайын пазлдар да бар, бірақ балаларға ұнайтыны өздерінің фотоларынан ұнайды. Жасаған, көрдіңіздер ма? Құраған ұнайды. Сондықтан да сақтап алыңыздар, сіздерге жаңа мен жібердім. Не өткізсемдер де сіздерге мен ссылкасын жіберіп отырмын. Сабақ түсінді ма? Түсіндік па? Арқан тартуды түсіндік па? Әріптестер. Түсіндік былайынша. Бірақ сол ссылкаларын, программаларын ретімен қалай жасау керектігін тағы да бір рет жіберсеңіз, Жіберем. Енді записпен қараңыздар, болса мына да. жерде мен сіздерге мына жерге қазір арқан тартудың видеосын қоям дедім де, жаңа қойған жоқпын. Сол міне ссылкасы тұр. Мына сабақты жібереміз, осы сабақты қайтадан көресіздер. Екінші, мынаны жасаған кезде міне мына жасанды интеллектке кіреміз дедік, иә. Оның барлығын көрсетіп отырмын. Енді әріптестер, үшінші жасанды интеллект мынау, иә, бізде. Мысалы, сабақты үлкен сыныптарда, особенно тақтаға кім шығады, үй тапсырмасын кім айтады деген кезде үлкен сыныптарда көбінде, иә, үндемей жатады. Но бастауыштарға мысалы мен дегеннен қараған кезде айғайлатпай, қазір мен сіздерге мынандай әдіспен шақырам деп, иә, мысалы, міне. Мен дауысым естіліп тұрған жоқ, иә, мынаның дауысы естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Видеодағы дауыс па? Иә, видеодағы дауыс. Жоқ, ол шықпайды. Видеодағы дауыс что-то естілмей тұр. Жарайды, жақсы. Енді қараңыздар, міне тура осыны шляпаның ішінен сиқырлы не арқылы басқан кезде баланың аттарын қойып тастайсыздар. Содан кейін кімнің атын сиқыршы алып шығады, сол баладан сабақ сұрайсыздар. Тура енді осыны көрсетейін. Ол үшін, опять же, мен сіздерге қазір ссылкасын жіберемін.
Сіздер тез ұғып алу үшін мен тез айтып отырмын. И ссылкасын жіберіп отырмын. Көрдіңіздер ғой қазір. Так. Не. Так, ал кеттік. Stopwatch деген жасанды интеллектке кіресіздер, сайтқа кіріп аласыздар. Оның ішінде де регистрация сіздерге қажет емес. Регистрация жасаудың қажет емес. Просто классная таймері деген бар. Соған барасыздар. Соның астыңғы жағында мынаны да пайдалана отырып баскетбольный, плюшевой, бұның бәріне сабақ қойып тастауларыңызға болады. Мысалы, мен түгелін пайдалануға болады. Мынаны сабақта ашып қарайсыздар, асықпай өздеріңіз отырып қарайсыздар. Мысалы, мен қазір сіздерге жаңағы сиқырлы таяқша бар ғой, соны көрсетейін деп тұрмын. Оның ішінде, міне қараңыздар, переключиться полный экран дейік. Одан кейін қараңыздар, міне, осы жерде, мына жерде настройка деген бар. Настройкаға барасыздар да, өздеріңіздің, балаларыңыздың аттарын жазып тастайсыздар. Мысалы, Назира, мысалы, Гүлден, мысалы, жазып sayық, мысалы, Гүлден, Арай, мысалы, қымбат деген сияқты, міне, аттарын жаза бересіңдер. Айша деп, енді жазып болғаннан кейін, қараңыздар әріптестер, жазып болғаннан кейін, мен мыналардың қай жаққа кеттік. Так, енді жазып болғаннан кейін, міне, start name picture деп тұр ғой, соған барасыздар. Енді бұл да өздеріңізде ссылка арқылы ашыла береді. Басып қалсаңыздар, қымбат тақтаға шығамыз, қымбаттан сұрайсыздар. Екінші, шляпаның үстіне бассаңыздар, мысалы, Гүлден айта ғой, бағана бітірем деп едің ғой, аяқтайым деп едің ғой деп, мысалы, келесі, Арай. Осылай балаларды креативті түрде сабақ сұрауды осылай осы әдісті пайдалануға болады. Түсіндік па? Әріптестер, түсіндік па? Иә, түсіндік. Аха, жақсы. Келесі әдіс сіздерде жасанды интеллект жандандыру. Мысалы, салған суретті, оқушы салған суретін, міне, жандандыру. Бұны келесіздер бастауышта пайдалануға, немесе сол сияқты сергіту сәтінде орта буынға да пайдалануға болады. Салған суретті көрсетейін ба осыны? Так, кеттік. Ендеше Pix. Мына жерде үйрену сабағы бар, әріптестер. Мен сіздерге қазір бұл слайдты жіберем. Мына жерде қызылмен қай жерде үйрену сабағы деп тұрады. Тура осыны копировать етіп алып, мына жаңағы плюсқа апарып, мына жерге қойып үйреніп де алуға болады. Кез келген баланың салған суреті деп сұрайық. Баланың салған суреті. Менде мысалы жоқ. Кез келген баланың, сіздерді сурет салдыртасыздар, ал мен бір баланың салған суретін алайын. Сохранить картинку как, например, бала суреті деп қояйын. Енді осы жұмыс істелінім, мен қазақша болып кеткеніміз болды ғой. Енді Pixverse деп жазамыз. Pixverse сіздерде телефонда да бар. Pixverse деп жазамыз. Мен бір жазған жоқпын ғой, мен Pixverse. Мен орысша жаза берем, бірақ содан кейін ағылшынша шығады. Сіздерге қазір несін жібермей қойын, ссылкасын, өйткені мынаны жіберем ғой қазір. Слайдты жіберем ғой. Соның ішінде бар. Ашылмай жатыр ғой. Әріптестер, бұны біз телефонға да скачивать етіп алуымызға болады. Pixverse десеңіздер, бірақ күніне 3-ақ фотоны ғана оживлять етеді. Ашылмай тұр жатыр ана жақта. Әріптестер, интернет істемей қалған жоқ па? Мен даусым естімей қалған жоқ па? Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, жақсы естіліп. Мен тез сөйлеп жатырмын сіздерге. Үлгермей қалам ба деп. Просто кішкене тез сөйлеп түсіндіріп жатсыз. Мен бар ғой.
Кішкене тез сөйлеймін. Я информатик Маған болғаннан кейін кішкене шығар. Назира ханым, ана ең басында көрсеттіңіз ғой, бірдеңе деген ше, сол пазл, содан кейін ана WhatsApp сияқты тағы бір жазумен бар ғой, сол ашылмай қойды ғой. Соның бәрін бастапқымен, жаймен кішкене тыңдасақ па деп Иә, ойлағанбыз сол ғой. мен де соны түсінбей қалып жатырмын. Жаңағы Жақсы, жақсы, жақсы. қа- Оның сабағында беремін мен Сіз сіздерге. ана өзіңіз біліп тұрсыз ғой. Назира ханым, сіз өзіңіз біліп тұрсыз да, и сізге ол Оңай легко болып тұр болып ғой. жатыр ше. Аха. Так, Тез ендеше айтып. қазір давайте сол чатхабқа кірейік. Иә, мынау қызықсыз болып тұр ғой сіздерге. Чатхаб сол негізі менің бар ғой сабағымда бар. Мен сіздерге ол сабақты беремін. Ол Енді не біле алмай чатхаб тұрғаным деген не мынау ол? болып тұр ғой. Иә, Чатхаб маған осы дейміз. қызық болып тұр. Пазл ше, жаңағы қалай басынан басталатыны. Жаңағыны апайлар жаңағыны неге аяқтатпадыңыздар? Қайта бір нәрсені қайталай беріңіз. Ол Pixarмен тірілте салу оңай ғой, мне кажется. Оңай ма? Енді ол сізге Pixverse оңай деген шығар, біз әріптестер, көруіміз керек мына ғой. жерде сабағы бар. Мен сіздерге міне барлығының сабағын астына сап қоямын. Қазір тура осы Мгм. слайдты сіздерге жіберемін. Беремін. Мына жерде Мгм. үйрену сабағы деп тұр. Мынау телефонмен можно. Телефонмен жасай салуға Мгм. болады. Менің өзімнен мынаның тоже бітіп қалған ау. Pixverse. Что-то аша алмай тұрмын мен өзімнен. Маған сол важно, жаңағы настоящий баланың түрі, иә, соны жаңағы пазл қылып жасағаныңыз, сол. Пазлды түсіндірді ғой, кеше де бүгін де түсіндірді. Қайта Кеше сұрай көрген бересің. жоқпыз біз. Ол тұр группада, тұр. Группада тұр, иә, пазлды көріп алуға. Так, міне, Pixverse ашылды. Осыған жаңағы суретті, баланың салған суретін сала саламыз. Мына жерге қараңыздаршы міне. Мына менен тағы да ақша сұрап тұрған жоқ па? Мына жерге, міне, мына жерде Pixverse'ті ашасыздар. Картина деген жерге әкелесіздер де, баланың салған суреті жаңа бар болатын, иә, міне мынау, иә. Осы жерге жазасыздар. Оживи рисунок деп, иә. Оживи рисунок. Енді бұны промпты тоже келтіріп жазуларыңызға болады. Мысалы, ту болса желбіреп тұрсын, солнце светило дейсіз ба, неме дейсіз. Мен қазақша істеп көрмедім. Светит, дети играют деп, мысалы, өздеріңіз келтіре бересіздер, мысалы, қалай жасағыларыңыз келеді. Создать дейсіздер. Қазір жасаса көрім ғой бұл да. Менің бүкіл нем бітіп қалған ғой негізі. Мен мынаны оживлять еткем ғой. Бірақ көрдіңіздер ма? Түрімді өзгертіп жіберді. Ана бағанағы жасаған, чатхабта жасаған суретімді оживлять деп осыған да салып көрдім, бірақ түрді өзгертеді. Мынау 95% болып тұр. Қазір көрейік. Баланың салған суреті. Бұл бастауышқа керемет жақсы. Міне, көрдіңіздер ма? Кішкентай бірінші, екінші, үшінші класстың салған суреттерін оживлять етіп қоясыздар. Оны менің сабағымнан қарап алуларыңызға болады. Түсінікті ма? Сонда осыны Pixverse'дар кіріп жасаймыз бұның бәрін, иә? Иә. Pixverse'ға өздеріңіздің фотоларыңызды салсаңыздар да жауап береді. Енді әріптестер, артқа қарай қайтайын ба, тағы да не түсініксіз болып қалды, чатхабты қайтадан түсіндіріп жіберейін ба? Немесе чатхабты емес, бағанағыдай Гүлден апай айтқан сияқты ChatGPT-дан да көре салуға болады ғой осыны. Потом помоем. Потом помоем. Маған сол чатхаб қызық болып тұр да. Чатхаб интересно, бірақ та енді қазір мен темпмейлді тағы да көрейінші. Темпмейл істеп тұр ма екен, тағы көрейін қазір. Темпмейл временный не істейтін көрейін, иә, қазір. И чатхабты көрейін тағы да. Чатхаб. Қатты ұнайды өзіме. Күшті, осымен бәрі Потому что қазақшаны түсінеді екен, көрдіңіз ба? Маған соны ұнап тұр, қазақшаны түсінеді деген ұнап тұр. Иә. Уақытым бітіп қалмасын, тоқа. Қанша уақыт қалды?
Так, міне временныйдан мынадан алып көрейік енді. Алып көрейін, бісміллә деп. Тогда мен не разрешение для регистрации дейді. Шықпай тұр, иә. Нулста мен де істеп көрдім, иә. Тағы да жаңа істемей қойдым ма Нулстада? Нулста деген бар. Так, сейчас. Онда чат хабта қанша не жасайды? Видео жасай ма? Жоқ, сурет жасай ма ол? Алтау істейді. Фото Ол жасайды. тек сурет, а фото жасай ма екен? Фото жасайды. Жоқ, мынау да болыпты ғой уже. Болдым дейді ғой. Бәрі ақша сұрайды менен уже. Өйткені мен көп жасаймын ғой. Негізі мынаның сабағы бар, мен сіздерге жіберем. пазл жасадыңыз ба, сол ма? Ал, пазлды жасағанда ол пазлға дейінгі сурет бар ғой. Просто жана чатхабты сұраған, чатхаб деген нәрсе жасанды интеллект. Бұл кәдімгі мына мен деген фото тұр ғой. Қазір көрсетейінші сіздерге. Мен деген нәрсе фото тұр. Кәдімгі тойда түскен фотом. Міне, осы фотомды чатхабқа салдым да айттым. Чатхаб дедім, маған дедім, 16 желтоқсанға орай осындай қылып деп, неге чат GPT-ға промпт жаздыртып алдым да, соны чатхабқа салдырып мынандай фото жасатып алдым. Чатхабтың жасаған фотоларын көрсетейін сіздерге қазір. Бұның сабағы менде бар, оны оны мен дейді. Соны чатхабқа салдыңыз. Сосын қай программаға бардыңыз? Пазлды чатхаб жасап берген. Мысалы, қараңыз, информатика мұғалімі, бәлен түген, осындай голограмма, осылай деп чат GPT-ға айтсаңыз, сізге промпт жазып береді, соны чатхабқа апарып, күніне 6 жасайды. Мысалы, мынаның бәрін чатхаб жасады. Әріптестер, мен мысалы мынандай шаш менде жоқ. Мен шашым бұлай тұрмайды да. Міне, бәрін осы чатхаб жасап берді маған. Міне, маған ұнайтыны содан кейін осы чатхабты көрдіңіздер ма? Вот, міне, түгел информатика мұғалімім өстіп, елдің бәрін оқытып жатырмын, сөйтіп жатырмын деп жаздым. Міне, осы жасап берді. Қазір мен сіздерге сабағын сұрасаңыздар, сразу жіберіп беремін. Сабақты Сабағын жіберіңізші, соны жіберем. сабағынан көрейік. Жіберем. Пазл жасауға қандай программаға бардыңыз? Пазл жасауға, міне қараңыздар, міне мынандай GX Planet дегенге бардым, иә, міне, GX Planet дегенге бардым. Содан кейін электронный почтамды кіргіздім де, регистрация жасадым. Оған бардым да, создать дегенге кірдімін. Создать дегенге кірдім де, мына жерде фото тұр, иә, фотоның ішінен, мысалы, өзіме қазір мен дегеннің ішінен, мысалы, міне мына фотоны таңдайын. Бірақ легко қылып алғым келеді, өйткені міне, көрдіңіздер ма, мынаның бәрі көп болып кетсе, балалар жинау қиын мынаны. Үлкен класстар болмаса, мысалы, мен 6 класс аладым. Формасын өзіңіз өзгерте аласыз. Міне, мына жерге названияға міндетті түрде, мысалы, 0000 дей салайын. Міндетті түрде название сұрайды. Создать дейсіз. Одан кейін создать басқаннан кейін, ол сізге тез ғана бізге жаңағы не пазлды жасап береді. Міне, мысалы, 6-дан құрай салдым мен. Міне, бұл өте оңай, маған ұнайтыны, балалар өздерінің фотоларын түсірдім де, сол жерде сразу чатхабқа апардым да, осылай 16 желтоқсанға мен балаларымның фотосын жасап берші дедім. Міне, сохраненный пазлдар мында тұрады. Жарайды, бұның жасау жолын сабақтан қараймыз. Бұны қандай жерге кіріктірсек болады. Енді, әріптестер, енді тағы да мынандай сабақ бар. Оны да білесіздер ме білмеймін. Қазіргі кездерде қай класс болса да өзінің болашақ мамандығын таңдау. Мысалы, менің мына фотомды мен врач болғым келеді дедім, иә? Тура үйрену сабағы міне ютубта тұр. Қазір көрсет десеңіздер, қазір көрсетіп берем, үлгерсем егер. Көрсетіп берейін ба? Ал кеттік. Ол үшін мен, мысалы, Pinterest'тен қарайсыздар, міндетті түрде Pinterest'те, мысалы, стюардесса дейікші, Pinterest дейсіз. Қазір звонок соқ қояды деппін ғой.
Не бітіп қалмай ма? Гүлден ренжіп жатыр, мен аяқтаған жоқпын деп. Мына жерге мысалы стюардесса дейінші. Мен стюардесса болайыншы. Гүлденде сонда басқа бірдеңе үйретіп жатыр ма? Жоқ, жаңа ол кісі айтып қойды ғой уже. Стюардесса фото деп қоясыздар. Ол жаңа бірінші зумда болды. Міне, Оны көрген әріптестер, жоқпыз ғой. неге көрдіңіздер жаңа? Үлгір. Қараңыздар, әріптестер. Именно бері қарап тұрған фото болса желательно. Күліп тұрған фотолар сразу айтам, сәтсіз шығады. Міне, стюардесса, иә? Ал кеттік. Мына стюардессаның фотосын мен қазір алайын. Мына не фото емес па не? Міне, мына болсыншы жарайды. Оң жағын басамын. Сохранить картинку как деймін. Үлгеру керекпін мен. Стюардесса, қате, жұмыс үстеліне сақтаймын. Сақтадық. Ал кеттік. Енді бұл Pinterest'ің ішінен балаларыңыздың бірінші біліп аласыздар. Қандай мамандық иесі болғысы келетінін біліп аласыздар. Одан кейін осы Pinterest'ке барып, соның ішінен керек мамандықты тауып аласыздар. Иә? Одан кейін мына сайтқа барасыздар. Копировать. Сайтқа барып аласыздар да. Мына жерге барамыз да. Қазір плюсқа батырып, сіздерге де жібере салайын ба? Бірақ мынаның ішінде бәрі тұрады. Оны жібергеннен шатасып кетесіздер қазір бәрібір. Міне. Жібере Ал салып, содан да қараймыз. Ал қараңыздаршы. Ал, жібердім. Менің уақытым. Енді жаңағы жерге бардық қой, осының ішінде біріншісіне сіздер өздеріңіздің фотоларыңызды аласыздар, қоясыздар. Ұмытып қалдым, біріншісіне өзіміздікін қоюшы ма едік? Мына жерге оригиналды қойдық, дұрыс. Екіншісіне мен қоямын жұмыс үстелінде жаңағы стюардесса болғым келеді дедім, иә? Стюардессаны қоямын да. Не істеймін? Старт деймін. Сонан кейін қазір маған мен мұғалім болсам да, Қандай программа дедіңіз? Стюардесса болғанды, мына дұрыс демеді ғой әріптестер. Бірінші мына жерге мен қою керекпін, значит, стюардессаны қою керекпін. Екіншіне қою керекпін өзімнің фотамды. Мен деген бір фотамды қоя салайын. Ал кеттік. Қандай программа дедіңіз? Міне, әріптестер, стюардесса болып шыға келдім. Бұл оқушыларыңыздың фотосын мына жерге қоясыздар, екіншісіне. Біріншісіне сіздер, міне, iFace веб деуші ме еді? Ағылшынша. Жазып жіберіңізші программасын. Мен сіздерге жібердім. Міне, жібердім. Иә, бәрін мен сіздерге не үйретіп отырмын, түгін жіберіп отырмын. Міне, мына жерге мысалы Pinterest'тен тағы да мысалы врач десеңіздер, врачтың фотосы шығады. Міндетті түрде, міне, оң жағын басасыздар, үлкейтіп аласыздар да, сохранить картинку как дейсіздер. Осыған врач деп саласыздар да, рабочий столға врачтың суретін сақтап аласыздар. Жаңағы фрейге мына жерге барасыздар да, оны алып тастап, мысалы, врачтың суретін жұмыс үстеліндегі, қазір мен врач болғым келіп тұр. Міне, ал кеттік. Жаңа стюардесса болдым ғой, енді врач болам. Қараңыздар. Тура осылай оқушыларыңыздың фотосы, міне, енді врач болып шықтым. Көрдіңіздер ма? Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Бітіп қалды ма не? Өшіп қалдым ба мен? Жоқ. Өшпедіңіз. Өзім сөйлеп отыр жүрмеймін мен. Әріптестер, қараңыздар. 2 минуттай уақыт қалды. Қанша қалды? 2 минут. Хорошо. 2 минуттай. Енді үйрену сабағы деп тұрады да, осы жерде менің үйрену сабағым мына жерде тұрады. Так, енді мынау тоже үйрену сабағы бар, оны көресіздер. Так, мынаның барлығының үйрену сабағы, әріптестер, барлығы бар. Сіздерге тура осы слайдты жіберем. Бірақ бұл сіздерде уақытша ғана ашылып тұрады. Сондықтан да тез қарап жасап алыңыздар. Жарай ма? Кішкене біраз тұрсын құрсын біз үйренгенше. Үйреніңіздер.
сіздер деген енді ақша неткеннен кейін уақытша деген болмасын деп, мысалы бізде де 1045 чатик нелер бар мысалы, мен бірақ сіздерге бір соны нәрсе көріп айтайын ба? үлгермеймін. Мен сіздерге бір Аха. нәрсе айтайын ба? Бұл бар ғой, тұрады ғой, бірақ мен сіздерді бар ғой, ана не бұл ашық тұрады, тұра береді, көріңіздер бір күні десеңіздер, сіздер оны қарамайсыздар. Сондықтан да біз уақытты сөйтіп қойып қоямыз, сіздер Жоқ, ойбай өйтпей ақ ана өшіп қойыңыздар. қалып жүрмесін, Талай шығарайықшы деп нәрсеге айтатындай. жазылып жатырмыз ғой. Жақсы, Бізге жақсы, жазылып қараңыздар, жатыр. үйреніп алыңыздар, қазір слайдты жіберем. Гүлден апай, сіз аяқтамадың деп ренжіп тұрсыз ғой, аяқтап жіберіңізші, сізге 1 минут қалды. Мәссаған, мен аяқтағанда үлгермеймін да ғой оған қазір. Үлгермейсіз Маған иә. доступ бере салшы. Доступ бере салшы, доступ. Ал кеттік, Демонстрация. ал кеттік. Доступ бердің бе? Бітті, болады ғой деймін уже. Негізі уже уақыт бітті почти, что. Просто комиксті жалғас жасауды ұмытып, жаңа Оның комикстің несін бере несін салайық, сабағын бере салайық. Онда сен маған қайтадан доступ бере сал, өзім сақтай салайын мен. істейін бе? Иә, доступ бере сал қайтадан. Или қазір тағы да бір не қоса салайын. Көрсетіп бере салайын да, сразу 15 минут бары кетсе. Нет, зумда. Қайда, сен өзіме қайтарып бердің ба қайтадан? Иә, қайтарып бердім ғой. Неше минут қалды енді ал? Бітті ғой уже, Менші өшірді қазір. минуты дейді, бітті қала ма қазір енді? Артистер, Иә, қазір енді қазір мына сақтау. нені беріп тастаймын, мына өткізілген нәрселерімді. Так, неменені ұмытып кеттім, мен Гүлден кеше менде болған тоже. Бұл кісілерге рефлексияны бағалауды береміз дедік қой, үйретеміз дедік